Баршаңызға сәлем қыздар, біз сіздермен бүгін шоколадты шариктер жасайтын боламыз. Бұл шоколадты шариктерді оформлениеге пайдалансаңыздар өте әдемі, тортыңыздың келбетін одан сайын әдемі болуына көмектеседі. Трендте деп айтуға болады. Әр торттан қазір осыны шоколадты шариктер көресіздер. Ең алдымен бізге шоколад қажет. Мысалға мінекей, мендегі шоколад ертіп алдым водяной баняда. Менде каплет шоколады тез қатады, сондықтан осыны пайдаланамыз. Бізде мысалға таза шоколадтар бар ғой, мысалға оларды пайдалану өте қиын. Бұндай именно осындай сфераға, мысалға силиконовый сфераға олар мүлдем келмейді. Бізге осы каплет шоколадынан жасаған ыңғайлы болады. Дәл осылай бір-бір қасықтан құйып іштеріне, одан кейін шет жағаларына өте қоюлау етіп жағыңыздар. Сол кезде сіздерде сынып қалмайды. Егер де сіздерде жұқа болып қалса, шоколадтарыңыз жан-жағына жаққан, онда тағы да алып қосымша жақсаңыздар болады. Ең бастысы шеті жұқа болмасын. Шеті жұқа болса, сіздерде онша доп-домалағы шықпайды. Шеттері сынып кетеді оның үстінен алған кезде. Сондықтан барынша ең шеткі крайына өте қалыңдау етіп жағыңыздар. Түбінің қатты қалың болғаны маңызды емес, ең бастысы жағалары өте қалың болу қажет. Дәл осылай барлығын осылай құйып шығасыздар. Сонан соң барып тоңазытқышқа 10 минутқа қойып аламыз. Мінекей, қараңыздар, осылай тағы да үстінен бір-бір құйып шықтым. Шеттері қалың болу үшін мінекей тоңазытқышқа да қойып алдым. Енді осылай жай ғана аламыз. Шеттері сынып кетпес үшін формадан жай шығару керек. Әйтпесе шеттері сынып кетуі мүмкін, өте нәзік болады. Сондықтан абайлап жай ғана шығарып алыңыздар осылай. Мінекей, мен шпательді ыстып алып келдім, соның үстіне шоколадымызды қойып, ең беткі бетін кішкене осыған қойып аламыз. Сол кезде ериді, екі бетін сосын теңестіріп бір-біріне жабыстырамыз. Мінекей, қараңыздар, жабыстырып, дәл осы крайларын кішкене қолымызбен осылай сипап жібереміз. Сол кезде теп-тегіс болып кетер, шоколадтар еріп бір-біріне жабысып қалуы қажет. Дәл осылай барлығын дәл осылай жасап шығамыз, қыздар. Өте жеңіл, кез келген осылай ыстыққа қойып, осылай жасап алыңыздар. Мінекей, қараңыздар, доп-домалақ болады осылай бізде. Барлығын осылай мен жасап шықтым. Мінекей, енді бізге сыртын золотистый кондуримен бояу керек болады. Ол үшін осындай пакетті алып, кондуринді құрғақ күйінде кішкене пакетімізге салып аламыз. Бізде екі түрі бар негізі. Мен қазір сіздерге құрғақ түрімен көрсетіп жатырмын. Осылай жасасаңыздар, сіздердің шариктеріңіз ала-ала болмай бір тегіс болады. Мінекей, бірақ кондурин кішкене көптеу кетеді. Осылай пакеттің ішіне шаригімізді салып, кондуринмен араластырып жібереміз. Яғни сыртын осылай қолымызбен үйкелеп бір тегіс етіп жағып шығамыз. Мінекей, қараңыздар, қандай бір тегіс жып-жылтыр болды, Мінекей, дәл осылай кезек-кезегімен енді майда шариктерімізді де осылай барлығын осылай үйкелесіздер, бір тегіс болып жағылып шығады. Кондуринге спирт құйып та жасап жатады, солай жағып, бірақ ол кішкене алалау болып қалады, яғни сырты бір тегіс болмай қалады. Бізде осындай тап-таза әдемісі шығады. Дәл осылай жасап шығыңыздар, қыздар, сіздерге бір пайдасы тисе деймін. Мінекей, осылай жасасаңыздар, оформлениеңіз күшті болады.